жыл бойы осы жазғы сауықтыру лагерлерде осындай іс-шаралар өткізіп жатыр. Оның басты мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру. Ойындармен, конкурстармен сонымен өткізіледі. Я против коррупции. Я за честную победу, за честную игру. Потому что каждый, кто играет, хочет победить. И если победа нечестная, то и самой победы, в общем-то, и нет. Бүгін әділ ойнадық деп санаймын. Бүгін таңертең ерте тұрып, барлығымыз отрядтармен минаны іздеп, барлығы әділ болды деп ойлаймын.